Мгм. Давайте сделаем так. Рахмет, дауыс естіліп жатыр. Мгм. Немножко интервью хочу перед тем, қазір сабақ айтпастан бұрын, давайте, чтобы мен сендерді естіп отыру үшін белсенділік танытамыз. Бір, сендердің алдында берген тапсырмалар, помните, да? А, Помните, да? Как у вас ощущение? Вот, тапсырма оңай жасалды ма? Как у вас внутри ощущение өзгеріс? Что у нас происходит? Пожалуйста, делимся, да? Қалғандары қайда екен? Так, так, так. Мгм. Давайте, пока вы будете писать, так, тапсырма, үйге берген тапсырма, қандай өзгерістер сендерге беріп жатыр, какие ощущения береді, қандай күй беріп жатыр, пожалуйста, делитесь этим, это очень важно мен үшін, сендердің состояниеларында. Бір, потихонечку мен кіріспе бөлігін айта беремін. Кері байланыс міндетті түрде жазып отырыңыздар, хорошо? Бүгінгі тақырып қаржы блогы, енді ақшаға байланысты. Все-таки ақша, ол былай қарап тұрған кезде біздің арманымызға жетуге қажетті құрал, да. Бірақ ақша арман емес. Ақшаның бәрін алып алып, жан жоқ жерде миллион доллармен отырып, оны иіскеп, радостный, счастливый бола алмаймыз. Бұл ақша бізге керек, жақындарымызға көмектесу үшін, қажетті нәрсемізді алуға, қол жеткізуге, подарок жасауға, жақындарымыз сыйлық жасауға, да, обрадовать, да, өзіміздің құндылық нелерімізге қажет нәрсе, да. Киім киіміміз келеді, әдемі болып жүргіміз келеді, керек затымызды, армандаған затымызға қол жеткізгіміз келеді, алғымыз келеді. Яғни ақша арман емес екен. Яғни ақша өзі ол құрал, бізді арманға жеткізетін құрал болып саналады. Солай емес пе, да? Вот. Кто меня слышит и тапсырма жасады, пожалуйста, поделитесь астында. Это очень важно. Пишите. Да, мен пока кіріспе бөлігін айтып жатырмын. Да? Как вам состояние? Вот это вот и тапсырмасына, да, свои внутренние состояния, да, потому что біздер должны посмотреть, что там происходит. Мы дальше углубленно будем үйге тапсырма береміз или на этом будем еще дальше продолжать. Поэтому ақша бізде құрал болғандықтан, бізден көптеген керек заттарымызға қол жеткіземіз. Армандап жүрген нәрсемізге қол жеткіземіз. Кейде болады мынандай понятиялар біздің мышленияда ғой көбінесе, да, что ақша қолдың кірі, бір ақша су деген сияқты ағып кетеді. Вот смотрите, егер тоже такие есть негативті, это тоже, оказывается, бізге мешать етеді, да. Потому что біз оны қайдан естідік? Бала кезімізден, әже атамыздан, ағайын туысқандардан обычно осы сөзді біз жиі көбірек естиміз, правильно, да? Вот. Сол себептен біздер қазір қарастырамыз. Бұл жерде өте маңызды болады, себебі қаржының қаншалықты бізге маңыздылығы зор. Қаржы және арман. Вот. Екеуін таразыға саламыз, өлшейміз. Сондықтан көбінесе бізге ақша ол біздің арманымызға жеткізуші құрал. Иә, құрал. Яғни әдемі бөлмем болса, да, бөлмем іші жинақы, өзімді сол жерде бөлмемдің ішінде өзімді комфортно сезінетін, жайлы төсегім. И соны сезіну үшін, сонда состояние жету үшін мы что делаем? Ақша арқылы сол керек заттарымызды алып құрастырамыз. Да? Поэтому ақша ол арман емес. Көп адамдар ақшаны арманға қояды. Вот это здесь идет ошибка, да? Вот. Біз наоборот должны арманға қарай жүруіміз керекпіз. Ақша соған жеткізуші құрал. Вот. И еще знаю, берекелі байлық сұрау керек, берекелі байлық, да. То есть, понимаете, есть бай адам, который все достаток, все есть, но жүрегі тыныш емес, ұйқысы тыныш емес, да. Где-то что-то болит, понимаете, да, сыймайды бір орынға, да, сол зәулім үйдің ішінде жүрсе де сыймайды, өзін біртүрлі сезінеді, понимаете, осы байлықтан рахат көре алмайды. Поэтому берекелі байлық болу керек, да, то есть ол байлық бізге берекелі болу керек. Ақша қиындықпен келеді деген сөз. Да, это тоже очень верно. Ақша қиындықпен келеді. Но ақша оңайлықпен келеді тоже менде жоқ, өзім понятиемда, менде ондай жоқ. Но главное, еңбекпен келу керек, да, главное, да. Вот. Из край в край, да, чтобы или ақша деген жаңағыдай вообще өте тяжело қиын келеді деген тоже бар, вот, понимаете, да. Вот.
Но то, что ақша жеңілмен келеді, это не бывает жеңілмен. Это вот ұрлау болмаса, там, да, что-то такое. Но біз шаршағанды байқамаймыз. Когда есть у человека любимое дело, сүйікті ісі болса, адам шаршамайды екен. Да? Ну, шаршаймыз, но как-то интерес, увлечение, хоббиға берілгендіктен көп шаршамаймыз. Потому что біздің өміріміз таңнан кетсең бір қызығушылыққа бір неге беріліп кеттік, иә, таңның атысынан кешірім. Шаршадық физически, но ішімізде рухани тұрғыда бір күшті сезінеміз. Да? Вот. Поэтому сондай кезде тоже идет поток денег, идет. Очень хорошо идет поток денег. Вот. Так. Үй тапсырмасымен состояниесін кім жасады? Үй тапсырмасын кім жасады? Такое у меня ощущение, что үй тапсырмасын жасаған адамдар бар ма? Или үй тапсырмасын жасаған адам жоқ па? Помните, что я давала вам? Вот. Үй тапсырмасын. Үй тапсырмасын. Үй тапсырмасын, помните, да? Кто сделал? Үй тапсырмасын. Это очень важно. Ну, мен түсінемін, бізде қазір алтын уақыт, но надо вот это состояние, да, кто сделал, кому оңай болды, кімге қиын болды. Бөлісіп кетесіңдер ма? Үй тапсырмасын кім жасады? Үй тапсырмасын. Так, это очень важно. Понимаете, да? Қазір біраздан соң керемет құпияны ашамын. Керемет құпияны ашамын міндетті түрде. Вот. И кішкене бір немен сабырмен, да. Давайте. Жасадым дейді, үй тапсырмасын. Өте жақсы. Так, кім жасады еще? Қиынға соққан жоқ. Өте жақсы. Еще тағы кім жасады үй тапсырмасын? Кто еще сделал? Үй тапсырмасын тағы кім жасады? Так. Қиынға соққан жоқ. Ну, получается, у нас тек қана бір адам жасаған, да? Так. Так. Мен жасадым дейді. Хорошо. Поделите состояниеңізбен, да? Вот үй тапсырмасын жасадыңыз. Қандай әсерде болдыңыз, да? Вот сосын жасаған кезде. Вот. Просто әсеріңізбен, ойыңызбен бөлісіп кетіңіз. Это очень важно. Сәлеметсіз ба, Хадиша? Сізді күтіп отыр едік. Үй тапсырмасын жасады. Обязательно поделите своим состоянием. Хорошо? Очень важно. Так. Короче, мен қозғалам, газ басам, все, готовы, да? Олай болса, қаламдарыңызды алыңыздар. И дәптерлеріңізді алыңдар. И қара керек ақпараттың бәрін түртіп аламыз. Қаржы блогын жаңа айтып отыр, Құдай біздің арманға жеткізетін құрал деп. Біздің қаржы блогы біздің арманымызға жеткізетін құрал. Яғни ең бірінші орында арман емес, ақша емес, бірінші арман тұру керек. Содан кейін барып ақша тұрады, да? Егер орындарына қосатын болсақ тағы да уақыт, ақша, арман ең бірінші тұратын міндетті түрде, арман тағы да. Одан кейін бар уақыт, ең соңында бар ақша тұрады. Понятно, да? Яғни уақыт арманның алдында тұру керек. Ал арман уақыт пен ақшаның алдында тұру керек. Это специально такая стратегия. Понимаете, да? Это специальная стратегия. Бірінші арман тұрады, одан кейін уақыт тұрады, одан кейін ақша тұрады. Вот. Уақыт қымбат, поэтому бірақ арман биікте тұру керек. Арман биікте тұрғандықтан сол арманға қарай қалауымыз керек. Егер ол арман сізге керек емес болса, бас тартыңыз. Босқа өздеріңіз уақыттарыңызды құртпаңыздар. Егер сіздерге арман керек емес болатын болса, или сол арман шаршатып кетеді, мазасыздық келетін болсаңыз, любой уақытта арманнан бас тартыңыз, да? Вот, можно. Вот. Но сразу алмай тұрып бас тартыңыз, алмай тұрып. Бірақ алдыңыз ғой, да, идите до конца. Это всегда такой закон. Вот. Иногда болады адамдар көбінесе қызығушылықпен, просто былай айтқанда бар ғой,
сол арманым деп мақсатым деп алмайды, просто қызығушылықтан қалайтындар болады да. Просто так балалар сияқты да. То есть аналар ойнап жатыр, мен тек сондай ойыншық берсе екен, әкеліп бергеннен қызық емес та, лақтырып тастайды. Чтоб сондай сияқты арман болмау үшін сендердің армандарың нақты болу керек. Вот. Именно ол сіздікі болу керек, сіздікі. Понимаете, да? Сіз кие бермейсіз ғой келген адамның затын, киімін, да? Өзіңіздікі болады ғой кәдімгі. Сол сияқты арман өзіңіздікі болу керек. Өзіңізге арнайы тігілген, өзіңізге арнайы құрастырылған, да? Өзіңізге арнайы тігілген, өзіңізге арнайы пішілген болу керек. Арман өзіңіздікі болу. Яғни сіздің ойыңыздан, сіздің қалауыңыздан құрастырылған арман болу керек. Яғни сіз ғана ол тиесілі, өзіңізге ғана тиесілі болды. Біреудің ойынан келген арман емес. Сондай менде копировать етейінші, еліктейінші, болайыншы деген сияқты да. Ол значит мына жерден былай айтқанда түйсіктен шыққан арман емес, просто ойдан келген армандар. Понимаете, да? Вот это состояние. Просто менде сондай көріп көрейінші, болып көрейінші деген арман, который человек өзің іздеп көріп жатыр, иә. То есть білмеймін, маған сондай арман келе ма, келмей ма, просто дәмін көрейінші деген сияқты да. Бір-екі рет істеп көреді да, что-то не подходит маған, что-то ала алмай жатырмын дейді, тастай салады. Понятно, да? Егер сендер тастай салсаңыздар, я вам сразу скажу, значит, это не сендердің армандарың емес, просто сендердікі емес. И все. Қанша жерден біз жақын адамдан арылмаймыз. Ұрса да, айтса да, көңілімізге тисе де, біз одан арылмаймыз. Сол сияқты арман да сондай біздікі берік болу керек. Вот. Бір. Келесі. Қаржы именно блогын жабатын үш нәрсе бар. Бірінші кінәлі сезіну мен өкініш. Бір. Екіншісі реніштер. Үшіншісі қорқыныштар. Үшеуі. Енді бұл мысал қылып айтатын болсам өте көп мұндай жағдайлар мысалға да. Айбай, ана жерге соншама ақша төлеп барау, күйіп мынандай болады. Өкініш болады да. Сондай бір. Сондай бір шыққан нәрсеге ешқашан өкінбеңдер, болған іске өкінбеңдер. Өкінгеннен қайтадан ештеңе болмайды. Болатын іс болды, болу керек болды, солай қайтесің енді. Басыңыз аман болды, ештеңе етпес. Понимаете, да? И там біреуге қарызға ақша бердік, ол қайтармай қойды, бәленбай сума болды, тоже болады, іштен бір сондай өкініштер болады, понимаете, да? Это тоже манағы іштегі реніш, өкініш или берген бекер бердім деген сияқты өзімізді қоярға жер таппайтын сондай состояниялар болады. Сабақ алыңдар, ақылды болыңдар, қайтып істей бермеңдер. Ладно, болды. Келесте олай істемеңдер, болды. Сабақ алыңдар өздерің. Сабақ алмаймыз, өкіне береміз, бір жерде топчым и стоим, бір жерде тұрмыз да, аяғымызды басып неге мен жүрмеймін, потому что бір орында тұрмыз. Понятно, да? Так, егер сендерге түсінікті болса, астына міндетті түрде 3 деген белгіні басып кетіңіздер. Мен қазір ары қарай жүремін. 3 деген белгіні басып кетіңіздер, егер сендерге түсінікті болса. Так. Так. 3 деген белгіні басып кетеміз. Бұл сендерге егер түсінікті болса. Так. Так, мы дальше двигаться должны. Ары қозғаламыз. Так. Өте жақсы. Ақпарат көп. Бірақ мен тез қысқа жеткізуге тырысамын. Өте жақсы. Рахмет. Енді келесі келетін болсақ, мына ақша мысалға ұнатпайды, тәкаппар адамды ұнатпайды. Екіншіден, өзін бағалай алмайтын адамды ұнатпайды. Сосын өзінің шекарасын сақтай алмайтын адам ұнатпайды. Төртіншісі, уақытты басқара алмайтын адам ұнатпайды. Уақытты басқара алмайтын адамды ұнатпайды, және өзінің мақсатының айқын болмаса, өмір не қалайтынын білмесе тоже ұнатпайды. Осындай мен ақша 5 адамнан осындай неде қашады. 5 осындай 5 түрлі адамнан қашады. Ана бірінші қайтадан айтамын, тәкаппар адам жазып алыңыздар. Екіншісі өзін бағалай алмайтын адам. Үшіншісі өзін шекарасын қорғай алмайтын немесе сақтай алмайтын. Төртіншісі уақытты басқара алмайтын, яғни уақытты управлять, үлгеріп отыратын барлығында регламентпен уақытты басқара алмайтын адам. Кешігіп қалады, үлгермей қалады, бірден кейінге қалдырады, понимаете, да? Вот.
ысқара алмайтын, да, және не қалайтынын білмейтін, яғни мақсаты ойы айқын емес адамдар. Міне осындай бес нәрсе болса, ақша деген жақындамайды, келеді, жоқ болып кетеді. Понятно, да? Осындай бес кемшіліктерді бойларыңызда жоюға тырысыңыздар. Бес кемшіліктерді. Қазір айтып отырамын, түсінікті отыр, иә, сендерге? Бес осындай кемшіліктерді жоюға керек. Бұл енді теория. Вот. Теорияны біліп жатсыңдар. Так, не түсініп жатсыңдар? Бөлісіп кетеміз. Сұрақтар қоямыз, талқылаймыз. Сұрақтар қоямыз, талқылаймыз. Сұрақ жоқ болатын болса, қайырлы кеш, Гүлзира. Сұрақтар жоқ болатын болса, онда ары қарай кетеміз. 4-тен белгіні қалдырамыз. 4 деген белгіні қалдырамыз. Жаздалыңыздар ғой, 5 белгі. Сол 5 белгі жаңағыдай болмау керек бойларыңызда. Қайсы жетіспейді, қараңыздар. Так. Сұрақта жоқ болса, 4 деген белгіні қоямыз. Жақсы. Шахназик келді. Саламатсыз ба, Шахназик? Так. Ну, если непонятно, куда уходит, надо қарау керек. Мана қайсы? Тәкаппарлық, өзін бағалау, вот это самооценка. Так. Этот, личная граница. Вот. И четвертое, управлять временем. 5, четкость, да, цели. Вот еще. Сәлематсыздар ма дейді. Шахназик, қош келдіңіз. Қорқыныш, өкініш, өкпеден арылу керек сонда. Өте дұрыс, я. Ақшаны көп үнемдеймін, слишком. Смотрите, если тревогами үнемдейсіз, это вредно. А если без тревоги там үнемдейсіз, ну, у вас такое, нету никакой тревоги, тогда это нормально. И все. Так, дальше. Дальше. Қазір біз не туралы айтамыз? Ну, так, мышление, да? То есть бай болу адамның ой қабілеті және кедей адамның ой қабілеті туралы немножко такая информация будет қазір, в данный момент. Мысалға, кедей адамдар көп мақтанады. Да? Бай адам, ол мақтанбайды, ол іште өзін мақтан тұтады. Понятно, да? Айырмашылық бар, жазып алыңыздар. Келесі, үлгеріп жатсыңдар ғой. Кедей адам үнемі жаңағыдай кедей адам деп просто айтып жатырмын, потому что это мозг кедей, понятно, да? Да? Потому что біздің қазағымыздың бәрі бай бола берсін, это мозг кедей. Понимаете, да, мозг? Потому что боится, постоянно не хватает, жетпей қалады, и проблемы какие-то, понимаете, да, солардың мышлениясы, да? Вот. Олар үнемі шағым айтады, жалоб айтады, ыңылдайды, проблема айтады. Ал именно бай адам, ол үнемі алғыста жүреді, шүкіршілікте жүреді, қуанып жүреді, әр нәрседен жақсылық көріп жүреді. Вот разница, видите, да? Үлгеріп жатсыңдар ғой, да? Келесі. Кедей адам. Психологиялық кедей адам. Қателесіп қалам ба деп қорқады. Қателесіп қалам ба деп қорқады. Рухани бай адам. Үнемі әр қателік менің бойымдағы кемшілігімді түзететін кілт деп әрқашан тәуекел етуге дайын тұрады.
ол қателесуден қорықпайды. Шындаламын дейді. Рухани кедей адам өзінің бойында кінәларын өзгеден көреді. Байқамайды, өз бойынан байқамайды. Өзгені кінәлап шығады. Айналасында қандай да проблема болса, өмірінде жеке басында, оған біреу кінәлі. Сөзінен анау бәленше былай істемей қойды, бәленше бүйтпей қойды, бәленше сөйтпей қойды, сол сөйткен кезде бар ғой, мен бүйтер едім деген сияқты сөзінен түрлі шағымдар, негативті сөздер және өкпе, біреуді кінәлау тоже болады рухани кедей адамда. Ал рухани бай адамда ол сол менің қай жерден қателесті, мен қай жерде дұрыс істемедім деп өзің саралап, өзің жөндеуге, яғни пышақты қайрап отырсақ, өзімізді күнінде бойымыздан кемшілік іздеп отырсақ, қайрап отырсақ, пышақ қандай болады? Өткір болады. Понимаете, да? Сол сияқты адам жанара береді. Рухани кедей адам. Маған бәрі тиісті, міндетті дейді. Несіне маған істемейді, көмектеспейді деп үнемі жаңағы налып жүреді. Да? Өзгенің уақытын алады, өзгенің уақытын бағаламайды. Маған істесін, жасасын, бүйтсін деген сияқты талаптар болады. Рухани бай адам үнемі өзгенің уақытын қадірлейді және өзінің уақытын да босқа өткізбейді. Это такие шаблондар. Да? Сіз бір-біріне қарама-қарсы сызып отырыңыз. Да. Рухани кедей адам ақша үшін жұмыс жасайды. Рухани бай адам армандары үшін жұмыс жасайды. Так, үлгеріп жатсыңдар ма? Рухани кедей адам іштар, жадный болады. Да? Рухани бай адам мол болады, ішкі жан дүниесі, бәрімен бөлісуге дайын және жомарт келеді. Рухани кедей адам үнемі өзің алдаумен өмір сүреді. Үнемі өзің алдаумен өмір сүреді. Рухани бай адам үнемі өзімен шынайы болуға тырысады. Рухани кедей адам ол үнемі ұрлайды. Біреудің сөзін, текстін, өлеңін, цитатасын, там, не знаю, техникасын или там біреудің идеясында бар ұрлайтындар. Рухани бай адам өзі бір нәрсені жасайды, жасап шығарады, өзінің идеясына туғызып. Рухани кедей адам өзінің физиологиялық және рухани жаңағы қалауларын кейінге қалдырады. Кейін, сосын қазір емес дейді. Бір күні дейді. Себебі ол уақытты бағаламайды. Ал рухани бай адам қазіргі шаруаны қазір бітіруге тырысады. Рухани кедей адам өзінің еңбегін бағаламайды. Рухани бай адам өзінің еңбегін де бағалайды, біледі. Үлгеріп жатсыздар ма? Үлгеріп жатырсыздар ма? Астына белгі алдырып кетіңіздер, үлгеріп жатсыңдар ма? Мен тез оқып отырған жоқпын ба? Да. Жазып алдыңыздар ма? Барлықтарыңыз үлгерсеңіздер, астына 5-тен сан қойып кетіңіздер. Их много кете берсе, мен основной важныйларды сізге айттым қазір.
үлгердіңіздер ма? 5 деген санды сан тастап кетеміз астына. 5 деген сан тастап кетеміз. Мгм. Мгм. Өте жақсы. Сауда саттық жасаған кезде міндетті түрде тағы бір заңдылық бар қаржыда. Оны міндетті түрде саудаласу керек. Бұл заңдылықты біреулер ұялатындар бар, құрсыншы ұят қой. Саудаласудың ешқандай ұяты жоқ, бұл заңдылық. Оның тоже ақша жағында білетін адамдар саудаласады. Вот. Түспеді, главное айттық, болды. Сізге зат ұнап тұрса, екі жақта келісім жасап алуға болады, болды. Осындай тоже бір заңдылық бар ақшада. Это очень тоже важно саудаласу. Вот. Мгм. Жаңа ол не үшін? Потому что мана айтып кеттік қой, 5 нәрсе ақша жылмайды. Тәкаппар деген біріншіде. Сол тәкаппар болмау керек адам бойында, иә? Вот. Сондықтан өстіп осы нәрселерді шешуге болады. Так. Өздеріңіздің не түсініп жатсыңдар? Астарына жазып кеттіңіздер. Не түсініп жатырсыздар? Не түсініп жатсыздар қазір? Түсініп отырған күйлеріңізді жазып кеттіңіздер. Не түсініп жатсыңдар қазір? Өздеріңізге. Бірдеме түсініп жатсыздар ма? Жазып кетеміз. Қазір мен сендерге өзімнің керемет бір құпиямды айтамын. Так. Өздеріңіздің түсінгендеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Қаржыға не кедергі етеді? Жаңа айттық. Қандай жағдайда? Ақша болған ашу үшін не істеу керек айттық. Жаңа рухани кедергі, рухани бай адамның тоже несін қарастырдық. Қазір не түсініп жатсыңдар? Қандай кедергісіңдер? Бөлісіп кетіңіздер. Так. Гүлзира адам естімей қалыпты. Неге? Өте жақсы, рахмет. Рухани өскен сайын ақша көбейеді дейді. Дұрыс айтасыз, Жаныл. Өте керемет түсінік. Рахмет. Сіздің ойыңызбен бөлісіп, ортаға жазып отырғаныңыз. Рухани өскен адамда, иә. Себебі ода жауапкершілік бар, уақытты басқара алады, арман мақсаттарына қарай жүреді, иә. Өте дұрыс. Ол кез келген алдындағы кедергінің бәрін оп-оңай шешіп бүйтіп шемішке шешіп салады, рухани өскен адам, иә. Ең бірінші тәкаппарлықты жеңу керек дейді. Рахмет, Галима. Өмірінде не өзгеру керек екенін біліп жатырмын дейді. Рахмет. Чатта подробно жазыңыз, именно не өзгеру керек, потому что ол маған прям мен білгім келіп бара жатырған любопытстводан сұрап жатқан жоқпын, чтобы, ну как-то, чтобы сіздің ойыңызда конкретно айқындық болу үшін, хорошо? Так. Тағы кімде қандай түсініктер пайда болып жатыр? Бісміллә. Ойбай. Кімде тағы түсінік пайда болып жатыр? Қай нәрсеге де жеңіл қарау керек. Ақшаға да сондай, қарым қатынас жасау кезет. Рахмет. Шахназик, я. Жеңіл ақшаны бере алу керек. Это очень важно. Ақшаны жеңіл бере алу керек. Жеңіл бере алсаңыздар, шығара алсаңыздар, ақша сендерге жеңіл келе алады. Вот в чем заключается суть. Да?
как раз это именно ақша қаржы блогындегі ең негізгі номер 1 секрет. Жазып алыңыздар. Ақшаны неғұрлым жеңіл берсеңдер, неважно. Даже таксистке бере қойыңдаршы сол 400-ді, 500-ді, от души жеңіл. Понимаете, да? Вот. Понимаете, да? Вот. Кез келген затқа шығатын кезде, тамақ алатын кезде, не кезде, да? Жеңіл, когда беріп жатқан кезде, так спокойно, радостно, да? Вот. Потому что миссии нет, потому что они у вас уже есть, и сияқты спокойствие создается. Вот. Они бітіп қалады. У нас есть, ну, какой-то мида мынандай страх бар, бір күн болмай қалады. Понимаешь, мозг уже готовится. Жоқтыққа біз дайындап жатырмыз, как будто. Алып алайық. Толып тұрсын. Ет толып тұрсын. Тамақ толып тұрсын. Алып қояйық мынаны бәрін. Мәс кеткі деп ананың бәрін көтеріп алайық. Понимаете, да? Какая-то вот внутри не должен быть страх, спокойствие должно быть. Спокойствие. Вот. Алла оны беріп жатыр ма? Береді, барлығын жеткізеді. Мы просто боимся, өзіміз қорқамыз. Вот. Не должно быть такого. Вот. Так. Понимаете, да, что о чем я говорю? Вот. Бөлісеміз. Кім бөліскен жоқ, бөлісеміз. Кім бөліседі тағы да. Это очень важно. Так. Эфир сақтап қоясыз ба? К сожалению, наверное, нет. Сақтап қоя алмайтын шығар. Так, қандай чат дейді? Это өзіміздің чат. Жмот болмау. Да, это очень. Иә. Қазақша айтқанда, я жмот болмау. Ана жаңа орысша айтып жатырмын ғой, мен жадный болмаңдар деп. Вот. Қазақша айтқанда, да, жмот болмау. Вот. Вот и все. Кем болсаң, кем болмайсың дейді. Қараңдаршы, философиялық тұрғыда қазақтың сөзінің астын түбіне үңіліп көрейік. Да? Кем болсаң, кем болмайсың. Вот. Байлықна, рухани байлықта, жүрек байлығында, психологиялық байлықта, потом уже будет физический достаток. Вот. Это очень важно, да? Келесі, вот это первый номер секрет, который, да, ақшаны кез келген нәрсе шығарған кезде жеңіл беру. Это номер секрет 1. А второй секрет, который это мы сами там в чате поделимся, хорошо? Так. Их 7, по-моему, секретов, да? Да. Так. Да, я когда отдаю, мне всегда возвращают. Это правильно, понимаете, да? Сендер не берсеңіздер де, сіз өзіңізден шығады, оның бәрі өздеріңіз оралады, сол. Жаңа біреуге орғазба дейді ғой, сендердің айтқан әр пейілдеріңіз, адамға айтқан істеріңіз, барлығы өздеріңіз жасап отырған болып келеді. На самом деле, өздеріңізге возвращаться. Понимаете, да? Вот. Біреуді көре алмау, где-то в душе у нас уже жолымыз байланады, понимаете, біздің өзіміздің. Это все мен өзіме шығады, мен ойымнан шығады, мен тілімнен шығады, от меня исходит. Это все. А мен күшті адам болғым келсе, менен жаман нәрсе шықпасын, ойымнан жаман нәрсе шықпасын, аузымнан жаман, тыямыз, понимаете, да, вот это все. Это есть работа над собой. Тыямыз, өзіміз жұмыстанамыз, все. Мен ойым айтып жатыр, ана жаман адам. Я успокаиваю свой мозг, я работаю, понимаете, с собой. Вот. Стараюсь хорошие вещи говорить. Вот. Помогать. То есть қылықтарымен, жестермен добро делать. Всегда делать добро. Понимаете, делать добро. Вот. Потом, какие бы деньги ни были, вы должны отдавать эти деньги с радостью. Вот так. Это нехорошо. Ну, я и не знаю, это вообще непонятно, өзінақша аяу. Маған түсініксіз. Вот, когда жвачка там, просто так там бірдеңе, просто андай шашқың келіп баратан бір болады удовольствие, шашқың келіп баратан. Но это неправильно. Просто так шашқың. А когда ты понимаешь, что мне необходимо, осындай көйлек мне необходимо, мне нужно, вот, действительно хочу
шашын бояғым келеді, шашымды қиғым келеді. А вот оған аяу, ну это неправильно. Это неправильно. Вот. Это... Потому что біз өзімізді бағаламау, понимаете, өзімізді бағаламау. Мына принципті айтып кеттім мен. Тәкаппарлық, өзімізді бағалай алмау, мы себя достойно не можем ценить. Я же низкая сама, зачем мне эти деньги, понимаете, да? Вот. Ну, өзімді қаншалықты мен бағалаймын, соншалықты менде ақша келеді, и все. Тебе это достаточно, сен оншалықты бағалайсың. Потому что сен өзіне не позволяешь қымбат киімдер алуға, қымбат заттар алуға. Понимаешь? И вот тебе этого достаточно, саған осы достаточно, все. Поэтому идет бізге сондай күшпен, сондай ғана ақшаған тартылыс күші болады. Тартылыс күші. Понимаете, материально вот это все. Мысли материализуется. Вот это сол тартылыс күші өзімізге келеді. Вот. Поэтому насколько вы себя цените. Вот. Я вижу, это как люди, адамдар қалай өсіп жатырғанын. Адамдар өмір сүріп жатыр, мысалға, да, 70 мың зарплатамен, да, у них все хватает, потому что они экономно алады. Видите, все хватает. Потом человек начинает өзіне потребность көтеріп бастайды. Анан алам, мынаны. И доход начинается появляться у них. Үйлерінде 250 мың болып бастайды. Но все равно не хватает. Так же, как жили. Потому что олар уже қымбат заттар алып басталады пайдаланып. Понимаете, да? Сол мысалға, жаңа кофтаның мысалға. Мысалы, базарға барып 1000 теңге алатын кофтаны, они сейчас берут, мысалға, 6000 мың кофтасын алады, да, которые им нравятся, они уже, да, это хотят, позволяют эти люди. Поэтому уже так же они одеваются, но деньги еще больше приходят. Вот. Еще больше. Арман мана ең сабақтың басында айттым. Это арман. Арман первый тұру керек. Это очень важно. Ключ, кілт. Первый. Ақша емес арман. Арман первый. Одан кейін уақыт, одан кейін ақша. Вот это критерийді ұстасаңыздар, барлығына жетуге болады деп айтқым келеді. Так, сабақ 40 уже біздің 42 минут болып кетіп жатыр. Осы бүгінгі сабақтан сендерге не ұнады, не өзіңізбен бірге алып бара жатсыңдар, бөлісіп кетіңіздер, өтініш. Бүгінгі күннен обязательно жалғасы бар. Біз бұдан тоқтап қалмаймыз. Айтылатын тақырыптар өте көп. Біз тек қана бер жағын ғана қозғап жатырмыз. Терең қозғалатын тұстары өте көп бұл жақтың. Сондықтан өздеріңіздің түсінгендеріңізбен және бұл сабақтан өзіңізге құнды қандай пайдалы ақпаратты алып батсыңдар өздеріңізге, да. Что вы берете с собой? Не алып бара жатсың осы сабақтан, иә? Не істеу керекті, қандай болу керекті, қандай оймен кетіп батсыңдар енді. Бөлісіп кеттіңіздер. Не алып бара жатсыңдар, да? Это означает, да? Конечно, зат жоқ, бірдеме көтеріп батын. Но это как бы мен не физические, да, материал тұрады, а именно рухани, и что көңілдеріңізге не қонды, не алып бара жатсыңдар. Вот это поделитесь, пожалуйста, своим состоянием. Бұл өте маңызды. Өздеріңіздің күйлеріңізбен. Так. Ақша үшін емес, арман үшін жұмыс жасау керек дейді. Рахмет, өте керемет. Тағы кім бар? Басқа ешкім еште ала алмады ма? Біреулердің интернет зависать етіп, дұрыс болмай жатыр деп жатыр. Да? Тағы кім бар? Тағы кім өзіне құнды, көңіліне не алып бара жатыр? Тағы кім өздеріне не керекті алып бара жатыр? 10 деген санды қоямыз. Егер ешқандай сұрақтарыңыз жоқ болса, өздеріңіздің түсінгендеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. 10 деген санды қоямыз, өзіңіздің түсінгендеріңізбен бөлісіп кетіңіздер.
Нельзя обвинять окружающих в том, что бывают неудачи. Как сказали, рухани бай болу керек, а это как рухани бай. Это вопрос, срак. Рухани, да. Духовно богатые люди. Это рухани бай, да. Рухани. Ақшаға қолдың кірі деп қарамау, дұрыс қарым-қатынас жасай білу, бірінші орынға ақшаны қоймау қажет. Арманымыз әрдайым алғашқы орында болған дұрыс дейді. Рахмет барлықтарыңызға. Бірақ естеріңде болсын, ақша керек, бірақ ақша керек деп кейбіреулер из край в край түсіп кететіндер бар. Ақша керек емес деп бір жұпыны киініп кәдімгідей бар ғой. Ол да дұрыс емес. Ақша керек сендердің әдем болып жүру, армандарыңызға жетуге, және өз еңбектеріңізді біліңіздер. Өзіңіз еңбектеріңізді бағалаңыздар, өз еңбектеріңізге тұрарлықтай жаңағыдай ақшаларыңыз болсын, өздеріңізді бағалаңыздар. Бір сөзбен қаншалықты сіздер өздеріңізді бағалайсыз, соншалықты сіздер ақшаларыңыз да жақсы болады. Көп ақша болудан да қорқудың қажеті жоқ. Мана айтып кеттім ғой, ең басында қорқыныштар болмау керек ешқандай сендердің бойларында да, чтобы какие-то ойбай мен жаман болып кетемін, ақша бай адам злом болып кетеді. Вот это старые непонятные стратегии убираем с головы. Богато быть приятно, если я стану богатой, какая у меня есть польза, да? Для окружающих, для себя и все, да? Просто быть богатой, а нет никакой пользы, но мит сумбида, синий шумбай волгили, да? Не шин сумбид, не шумбай волгили. Это просто так мақтанушын или просто так жұрттар білсін, ну это ондай тілеулер орындалмайды, понимаете? Поэтому нет дұрыс болсын десеңіздер, всегда, әрқашан умейте рисковать. Обмен беруге тырысыңыздар. Понимаете, да? Что такое обмен? Это сам. Былай айтқанда, бізде есть құрбан шалу, самопожертвование есть, да? Чтобы мен арманыма жету үшін, я готов на что? Заключайте с собой договор. Я на что готов? Вот, понимаете? Я на что готов? Чтобы быть счастливой, я на что готов? Понимаете? Чтобы быть богатой, я на что готова? Понимаете? Я на что готова? Понимаете, да? И заключается договор. Вот. И тогда, да, вы добьетесь всего. Да? А так, да, мен Алладан күш-қуат, байлық, денсаулық, махаббат сұраймын. А мен не беремін взамен? Не беремін? Понимаете, что я отдам? Понимаете, да? Это всегда должно быть. Вот. Ештеңе бермеймін, это не будет. Нет дұрыс болсын. Обязательно отдача должна быть, отдача. В этом мире должна быть гармония. То есть никто никому не должен быть должниками. Понимаете, кто-то много берет, кто-то мало берет. Так не бывает. Гармония есть, гармония. Попили водичку, всегда умейте говорить спасибо. Это и есть ваша отдача. Понимаете, это и есть ваша отдача. Не обязательно деньгами платить, это ваша отдача. Да. Кто-то просто так вас поблагодарил. Да. Обнимите этого человека тепло, объятиями. Да. Это ваша отдача. Вот и все. Сейчас все думают, ақша ғана сатып аламыз и так далее. Вот. Но махаббат, мейірімділік, жылулық, любовь, поддержка деньги не заменят. Да, вы можете путешествовать, вы можете отдыхать там в Майами, вы можете отдыхать там, вы можете в Индию поехать, но вы можете чувствовать себя одинокой. Да? Поэтому берекелі байлық. Пусть у вас всегда будет успех, достигали барлық армандарыңызға жетіңіз, достигали всех своих мечты, чтобы сендердің өмірлерінде никакие преграды не были. И это и есть счастье. Захотели достигать, захотели, у вас все получались, да? Да, и всегда вы должны отдавать. Отдавать это всегда благодарность, теплое объятие, да что угодно, да. Вот, и все. И всегда рухани тұрғыда да должна болып қалмаңыздар деп айтты. Рухани тоже. Вот. И с собой тоже всегда заключайте договор, контракт. Это очень важно. Вот. Я хочу, например, стать мамой. Вот. Я это прошу. Да, Құдайдан тілеймін, мама болғым келеді. Ну что я должна? Понимаете, да? Должны быть готовы. Вот. Что будет? Да. Вот это все. Я на все готова. Это и есть нет. Таза. Просто маған беру, а мен ештеңе істемеймін. Так не бывает в жизни. Не бывает. Вот. Это просто человек играется, просто хочу, но на самом деле не так сильно хочет. Когда сильно хотим, мы барлық преграда бәрін жеңуге дайын тұруымыз керекпіз.
Так, рахмет, сендерге деді рахмет. Галина, да, мы должны отдавать. Спасибо всем, барлықтарыңыз көп рахмет. Мен сендердің барлықтарыңды жақсы көремін, сендердің барлықтарың жақсы болғанын қалаймын. Биіктерден көріне беріңіз, қуаныштарыңыз көп болсын, қазағымыз еліміз бай болсын. Барлықтарыңызға жақсы кеш тіледім. Пока-пока.